Алтыншы сөз. Қазақтың бір мақалы өнералды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік аты ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрмай мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларды жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек, сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуелі біріне бірі пәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір пәле салып, қорғалатып әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам өлімді жау көріп ақыретте дұшпан болады. Жанын қорғалатып жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік болар емес. Көкірегі, көңілі тірі болса соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл айтуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қылжақпас, әзір тамақ, әзір ас, сыртың пысық, ішің наз, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан Алла жіберген ақбұйрықты өлімнің өзі артық. Жетінші сөз. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонақ үй бола алмайды. Һәм өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демектік. Не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып, қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай керней болса даусына ұмтылып, онан ер жетіңкірегенде ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге өйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көрген, құлағы естігеннің бәрін сұрап тыныштық көрмейді. Оның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан, сол әсерін көрсетіп жаратқаны. Сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі, бұл немене, ол немене деп, бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететінін, құмарымызды ержеткен соң, ақыл кіргенде, орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Ой, Тәңір-ай, кімнен кім артық дейсің дейміз. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күш жеңген соң оған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көзбен қарамадық. Көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргенге тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіме. Кісі ақылымен бай болғанша өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз, білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз.
Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Біз түк білмейміз, біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызды адырайтып кетеміз. 8-ші сөз. Осы ақылды кім үйренеді, насихатты кім тыңдайды? Біреу болыс, біреу би. Олардың ақыл үйренейін, насихат тыңдайын деген ойы болса, ол орынға сайланып та жүрмес еді. Олар өздері де үздік кісіміз, өздеріміз біреуге үлгі беріп, ақыл айтарлықпыз деп сайланды. Өздері түзеліп жеткен, енді елді түзерлігі ақ қалған. Ол не қылып тыңдасын және тыңдайын десе де қолы тие ме? Басында өзіндік жұмысы бар, ұлығымызға жазалы болып қаламыз ба? Елдегі бұзақыларымызды бүліндіріп аламыз ба? Яки өзіміз шығынымызды толтыра алмай қаламыз ба деген ебіне қарай біреуді жетілтейін деп, біреуді құтылтайын деген бейнетінің бәрі басында, қолы тимейді. Байлар, олар өздері де бір күн болса да дәулет қонып, дүниенің жарымы басында тұр. Өзінде жоқты малыменен сатып алады. Көңілдері көкте, көздері аспанда, адалдық, арамдық, ақыл, ғылым, білім, еш нәрсе малдан қымбат демейді. Мал болса, Құдай тағаланы да паралап алса болады дейді. Оның діні, Құдайы, халқы, жұрты, білімі, ұяты, ары, жақыны, бәрі мал. Сөзді қайтып ұқсын, ұғайын десе де қолы тие ме? Ол малды суармақ, тойғызбақ, саудасына жинамақ, күзеттірмек, бақтырмақ, ұры бөрі, қыз, суық сұғанақ солардан сақтанбақ. Солардан сақтарлық кісі таппақ. Оның бәрін жайғастырып, аяғын алып келіп, мақтанға орналастырғанша қашан? Қолы тимейді. Енді ұры залым, сұм сұрқия өзі де тыңдамайды. Онша-мұнша қой-жүнді қоңыршылар күнінде көре алмай жүр. Аналар анадай боп тұрғанда, білім, ғылым, ақылды не қылсын? Және де білім, ғылым керегі жоқтаяқ. Бізді не қыласың? Ана сөзді ұғарлықтарға айт дейді. Оның өзгеменен ісі жоқ. Ана алдындағы үшеуіндей болған жанның ойында ешбір қайғысы, мұңы болмаса керек. 9-шы сөз. Осы мен өзім қазақпын. Қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем, қылықтарын қостасам керек еді. Уә, әрнешік бойларынан адам жақсы көрерлік, я көңілге тиянақ қыларлық бір нәрсе тапсам керек еді. Соны не үміт үзбестікке, не онысы болмаса, мұнысы бар ғой деп, көңілге қуат қылуға жаратсам керек еді. Ондайым жоқ. Егер жек көрсем, сөйлеспесем, мәжілістес, сырлас, кеңестес болмасам керек еді. Тобына бармай, не қылды, не болды демей жағу керек еді. Ол мүмкін болмаса, бұлардың ортасынан көшіп кету керек еді. Бұларды жөндейміз деуге жөнделер, үйренер деген үмітімде жоқ. Бұлардың бірі де жоқ. Бұл қалай? Бұл айтқанның бірін тұтпай болмас еді. Мен өзім тірі болсам да, анық тірі де емеспін. Әншейін осылардың ызасынан ба, өзіме өзім ыза болғанымнан ба, яки бөтен себептен бе, еш білмеймін. Сыртым сау болса да ішім өліп қалыпты. Ашулансам, ызалана алмаймын. Күлсем, қуана алмаймын. Сөйлегенім өз сөзім емес, күлгенім өз күлкім емес, бәрі де әлдекімдікі. Қайратты күнімде қазақты қиып бөтен жаққа кетпек түгіл, өзін жақсы көріп үміт етіп жүріппін. Қашан әбден біліп үмітімді үзген кезде өзге жаққа барып, жатты өз қылып, үйір боларлық қайрат жалын сөніп та қалған екен. Сол себептен бір жүрген қуыз кеудемін. Тегінде ойлаймын, бұ да жақсы, өлер кезде әттеген-ай, сондай қызықтарым қалдау деп қайғылы болмай, алдыңғы тілеу болмаса, артқа алаң болмай өлуге. 10-шы сөз. Біреулер Құдайдан бала тілейді, ол баланы не қылады? Өлсем орнымды бассын дейді, артымнан Құран оқысын дейді, қартайған күнімде асырасын дейді. Осыдан басқасы бар ма? Балам орнымды бассын демек не сөз? Өзіңнен қалған дүние иесіз қалар дейсің бе? Қалған дүниенің қамын сен жемек пе едің?
өліп бара жатқанда өзгеден қызғанып айтқаның ба? Өзгеге қимайтұғын сенің неғылған артықша орның бар еді? Баланың жақсысы қызық, жаманы күйік, не түрлі боларын біліп сұрадың. Дүниеде өзіңнен көрген қорлығың аз болды ма? Өзіңнің қылған иттігің аз болды ма? Енді бір бала туғызып, оны да ит қылуға, оған да қорлық көрсетуге мұнша неге құмар болдың? Артымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның Құраны неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе өзің қылмаған істі, өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ақирет үшін бала тілегенің, балам жасында өлсін дегенің. Егер ержетсін десең, өзі ержетіп ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Қартайғанда асырасын десең, о да бір бос сөз. Әуелі өзің қаруын қайтарлық қартаюға жетемісің жоқ па? Екінші балаң мейірімді болып асырарлық болып туа ма жоқ па? Үшінші малың болса, кім асырамайды? Малың жоқ болса, қай асырау толымды болады? Баланың мал табарлық болары, мал шашарлық болары ол да екталай. Хош, Құдай тағала бала берді, оны өзің жақсы асырай білесің бе? Білмейсің. Әуелі өз күнәңді өзің көтергеніңмен тұрмай балаңның күнәсіне тағы да ортақ боласың. Әуелі балаңды өзің алдайсың. Әне, оны берем деп, міне, мұны берем деп. Басында балаңды бір алдағаныңа бір мәз боласың. Соңыра балаң алдамшы болса, кімнен көресің? Боқта деп біреуді боқтатып, кәпір қияңқы осыған тимеңдерші деп оны масаттандырып, әбден тентектікке үйретіп қойып, сабаққа бергенде молданың ең арзанын іздеп, хат таныса болады деп, қу, сұм бол деп, пәленшенің баласы сені сыртыңнан сатып кетеді деп, тірі жанға сендірмей, жат мінез қылып, осыма берген тәлімің. Осы баладан қайыр күтесің бе? Және мал тілейсіңдер, неге керек қылайын деп тілейсіңдер? Әуелі Құдайдан тілеймісің? Тілейсің. Құдай берді, бергенін алмайсың. Құдай тағала саған еңбек қылып мал табарлық қуат берді. Ол қуатты адал кәсіп қыларлық орынға жұмсаймысың? Жұмсамайсың. Ол қуатты орнын тауып сарп қыларды білерлік ғылым берді. Оны оқымайсың. Ол ғылымды оқыса ұғарлық ақыл берді. Қайда жібергеніңді кім біледі? Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, орнын тауып істесе кім бай болмайды? Оның саған керегі жоқ. Сенікі біреуден қорқытып алсаң, біреуден жалынып алсаң, біреуден алдап алған болсаң болғаны, іздегенің сол. Бұл Құдайдан тілеген емес. Бұл абыройын арын сатып, адам жалдағандық, тіленшілік. Қош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарп қылып ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ақиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан ораза, қылған хаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Ешбір қазақ көрмедім, малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі де иттікпен табады, иттікпенен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады, жоғында маған да баяғыда мал бітіп еді деп мақтанады. Кедей болған соң тағы қайыршылыққа түседі.